Ертеде бір заманда дала төсінде кішкентай ғана үйде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар бай болмаған, бірақ бір-біріне тірек болып, тұзақ құрып, күнін көріп жүрген екен. Бір күні шал тағы да таң ата тұрып жолға шықты. Кемпірі оған ақ жол тілеп, аман барып аман кел деді. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, ішіне бір қаз түсіп қалыпты. Бірақ бұл қаз жай қаз емес еді. Қаздың көзі қайғыға толы еді. Шалдың жүрегі сол сәтте елжіреп кетті. Ата, мені босат. Мен саған жамандық тілемеймін. Бір жылдан кейін менен не сұрасаң, соның бәрін аласың. Бір қаз үшін бүкіл тағдырымды тәуекелге тігемін бе? Үйде кемпірім күтіп отыр. Бүгін ол не жейді? Бара ғой. Қазеке, босатайын сені. Шал жол бойы ойланып келеді. Бүгінгі олжам жай олжа емес сияқты деп, жүрегі бір түрлі сезінді. Енді үйге құр-қол қалай барам? Кемпірме не деп айтам? Жарайды, кемпірім түсінер. Бүгінгі күн ерекше болды. Бірақ оның соңы қалай аяқталатынын білмеймін. Кемпір, бүгін мен ерекше қаз кездестірдім. Ол бір жылдан кейін маған не сұрасам, соны беретінін айтты. Не деп тұрсың сен? Қандай сөйлейтін қаз? Бүгін кешке не жейміз? Сен ертегіге сеніп соңғы несібемізді жібердің бе? Бәлкім асықтым. Бірақ бір жыл ғана шыдау керек. Сосын бәрі белгілі болады. Бір жыл өтті. Уәде. Енді қазға баруым керек. Не болса да ақиқатын білетін уақыт келді. Балалар, сендер біздің арнаға жазылдыңдар ма? Жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Ал енді ертегімізді жалғастырайық. Әй, көрерміз. Қаз сөйлейді дегенге сенгенің қалай екен? Бірақ бар, жолыңа сәттілік. Рахмет. Алда не күтіп тұрғанын білмеймін. Бірақ уәде аманат. Қазды табуым керек. Тағдырым да, бақытым да сол жолда. Ойбай, анау неткен мол түйелер. Осындай байлық қайдан жүр? Кімдік екен? Қарағым, мынау түйелер кімнің малы? Бұл Қазбайдың түйелер ата. Қазбай? Сол Қазбай екен? Жоқ, бұл жай қаз емес шығар. Әлде шынымен сол ма екен? Мынау не деген көп қой? Бүкіл алқап толып тұр ғой. Мұндай мал кімде бар екен? Қарағым, мынау қаптаған қой кімнің малы? Неткен байлық өзі? Бұл да Қазбайдың қой ата. Тағы да Қазбай. Демек бәрі рас болғаным. Қарағым, мынау қойдың бәрі бір адамның малы болса, онда ол Қазбайдың тағы қандай байлығы бар өзі? Бұдан басқа несі бар? Қазбайдың 3 ғажайып заты бар ата. Біріншісі қазан, екіншісі есек, үшіншісі тоқпақ. Демек ол расымен де баяғы босатқан қаз екен ғой. Мынау қарапайым ауыл емес екен. Мал толы, тіршілік қайнап жатыр. Демек мен іздеген жер осы. Осындай бай өмір, бәрі бір қаздан шықты десем, ешкім сенбес еді. Ағайын, Қазбай қай үйде тұрады? Қазбай ма? Әне, анау ең Сен баяғы тұзақтағы шалсың ғой, Иә, сол өзім едім. Бір жыл өтті. Есімде. Сен уәдеңде тұрдың. Жүр, үйге кір. Уәденің орындалатын уақыты келді. Мынау байлық қайдан келген? Бір қазда осыншама қазына. Мен уәде бердім. Айт, не қалайсың? Маған тамақ пісіретін сиқырлы қазан берші. Басқа ештеңе сұрамаймын. Сен менің сиқырлы қазаным туралы бұрыннан естідің бе? Бұл қазан жай қазан емес. Піс қазаным десең, ол кез келген ас дайындайды. Аш адамды тоқ етеді. Уәдемде тұрдым. Бұл қазан енді сенікі. Ақ ниетпен қолдансаң, саған адал қызмет етеді. Бір жыл күткен үмітім ақталды. Енді тек аман есен үйге жету керек.
Жол тым ұзақ болды. Күшім де азайып барады. Бір жерге тоқтап тынығып алу керек. Міне, ауыл көрінді. Осы ауылда аздал демалып алсам, жолымды жалғастырар едім. Балалар, мен ұзақ жолдан келдім. Аздап демалып алсам бола ма? Ал мынау менің қазаным. Оған тимеңдер. Және ең бастысы, ешқашан піс қазаным, піс деп айтпаңдар. Қызық екен. Бұл қандай қазан болды екен? Шал неге сонша ескертті екен? Бірақ Шынымен де бір түрлі. мүмкін жай ғана айтып көрсекші. Шал бекер ескертпеген шығар, бірақ рет. Ал егер бірдеңе болып кетсе ше? Піс қазаным, піс! Ойбай, шынымен де істейді екен. Тамақ өзі пісіп жатыр. Мұндай қазанды жай жіберуге болмайды. Бізге де керек қой. Ал шал байқап қалса ше? Дәл сондай қазан тауып орындарын ауыстырамыз. Ол ештеңе байқамайды. Бітті. Ешкім көрген жоқ сияқты. Енді ол қазан біздікі. Тек байқап қалмаса болды. Рахмет, шырақтарым. Жолымды жалғастырайын. Жолың болсын, ата. Ұзақ жол болды. Бұл қазан бәйбішемді қуантатынына сенімдімін. Мен келдім, жанжарым. Қаз уәдесін орындады. Бұл қазан бізге бәрін береді. Шынымен бе? Тағы бір алдау емес пе екен? Піс қазаным, піс. Неге? Мен саған сенбеген едім. Бізді тағы алдап кеткен екен. Бір жыл күттік. Тауларды, далаларды кездің. Соңында не әкелдің? Бос қазан мен бос үміт пе? Мен сенген едім. Бәрі басқаша болады деп. Жоқ, бұны осылай қалдырмайым. Мен қайта барам. Қазбаймен бетпе-бет сөйлесем, мен алдауға жол бермеймін. Тағы жолға шығасың ба? Өзің біл. Бұл жолы бос қайтпаймын. Ақиқатын білемін. Не болса да шындықты естимін. Қазбай, мен қайтып келдім. Сенің берген қазаның жұмыс жасамайтын болып шықты. Ата, бұл қалай болғаны? Қазбай, сен берген қазанды тек балаларға көрсетіп едім, бірақ олардың қатысы жоқ сияқты. Қызық екен. Мүмкін олар қазанды ауыстырып алған шығар? Ата, Жарайды, міне саған келесі сыйлық. Бұл жай есек емес. Бұл ақылды есек. Құс есегім құс десен, алтын құсатын есек. Есек пе? Рахмет саған, Қазбай. Бұл жақсылықты ұмытпай. Жолың болсын, ата. Ақылды пайдалансаң, ол сені асырайды. Осы жолы абай бол. Рахмет, Қазбай. Сөзіңді ұмытпаймын. Сау бол. Жол да ұзақ. Бұл жолы тағдыр мені тағы сынамай. Аман есен ауылыма жетсем екен. Тағы да алыс жол. Бір ауылға тоқтап, дем алып алайын. Бұл жолы абай болуым керек. Балалар, бұл жолы менің есегіме мүлдем жоламаңдар. Жолы менің есегіме мүлдем жоламаңдар. Және ешқашан құс есегім деп айтпаңдар. Айтсақшы, бәлгім тағы да сиқыр шығар. бір рет қана. Құс, есегім, құс. Алтын! Бұл нағыз қазына ғой. Мұндайды жіберуге болмайды. Есекті ауыстырып алайық. Тез, тез. Болды. Енді баймыз. Осы жолы бәрі жақсы болады. Үйге байлықпен қайтып бара жатырмын. Әйелім қатты қуанатын болды. Мен келдім, жанжарым. Саған байлық алып келдім. Қара. Құс, есегім, құс. Ештеңе жоқ қой. Қалай шар? Қалай ғана тағы да алданып қалдым. Неге бәрі осылай болып жатыр? Жоқ, қазға тағы барам. Енді алдауға жол бермеймін. Бұл жолы шындықты білемін. Енді мені ешкім алдай алмайды. Міне, тағы келдім. Енді бәрін анықтайтын боламын. Қазбай, сен берген есек мүлде жұмыс істемейді. Не алтын жоқ, не сиқыр жоқ. Мен тағы да алдандым. Шал, меніңше сені біреу алдап жүр. Бұл жолы басқа сыйлық берем. Сонымен шындықты анықтаймыз. Сірә бұл баяғы балалар болуы мүмкін. Бұл ұртоқпақ. Ол өздігінен әрекет етеді. Әділетсіздікті өзі сезеді. Егер біреу алдаса, оны өз қолымен жазалайды. Рахмет саған, Қазбай. Бұл жолы бәрі әділ болады. Жолың болсын, ата. Ұртоқпақ өзі бәрін көрсетеді. Балалар, мынаған жақындамаңдар. Ең бастысы мына сөзді айтпаңдар. Ұр тоқпағым, ұр! Ұр тоқпағым, ұр! Ой,
ойбай. Ата, кешіріңіз. Біз сізді алдадық. Қазанды да есекті де біз ауыстырдық. Шындықты айтқандарың дұрыс болды, балалар. Адалдық түбі береке. Енді бәрі өз орнына келді. Піс қазаным, піс. Ой, пырмай, рас екен ғой? Құс, есегім құс. Көрдің бе, кемпір? Адалдық пен сабырдың жемісі осы. Иә, енді өміріміз тыныш әрі берекелі. Ал балалар, ертегіміз осымен аяқталды. Егер сендерге ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі ертегіде қайта кездескенше. Осылайша адалдық пен сабыр жеңіске жетті. Шал мен кемпір бақытты өмір сүрді.